Қазақстан қазір ажырасу жағынан екінші орынға шығыпты. Топ 20-да бар екенін білетін едім. Жоқ, екінші орынға шығыпты. Жаңағы жақында естігем мен де таң қалдым. Не деп ойлайсыз себебі? Сол себебіне келетін болсақ, біздің қазіргі жалпы психологиялық бүкіл проблемалар жалған сенімдерімізге тіреледі. Біздің қазіргі өміріміз 95%, 95% автомат түрде түп санадан басқарылады. Мен мысалы тренингтерге немесе консультацияда мынандай ерлі-зайыптылар келеді ғой, солардан сұрақ қоямын. Әйел кісінің мысалы жауапкершілігі не десем еді? Целенаправленно әйел кісіден бастаймын. Ол кісі айтады да, жаңағыдай бала тәрбиелеу, үйге қарау, үйдің жағдайын қарау, тамақ пісіру. Онда бұл бағыттарда ер адам жауапты емес па деп сұраймын. Неге жауапты емес дейді әйел? Жауапты. Бала-шаға да жауапты, бәріне де жауапты дейді. Онда кім жауапты, сіз ба, ер адам ба жауапты деп сұраймын ғой. Екеуміз дейді. Онда қанша процент сіздікі, қанша процент күйеуіңіздікі деп сұраймын ғой. 50-50 дейді. Дұрыс па?